Достар, баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Теңгебай Roblox. Бүгін екінші күн, екінші бөлім Теңгебай ASMR пернетақтармен жүгіріп өтеміз. Сіздер жоқ кезде өзім кішкене пернетақталармен жүгіріп, сәл скоростымды көбейтіп алдым. Мына артымдағы жігіттер, қыздар сияқты сәл қаттырақ жүгіремін енді. Астымда қарап тұрсаңыздар, уровень 49 енді менде. Керемет емес па? Так. Теңгебай. Так. Көріп тұрсаңыздар, әр қадамым менің енді 625 скорость қосады. Сәл ойынды түсініп алдым. Бірақ мен сәл телефонмен ойнағаннан кейін сәл ыңғайсыздау екен негізі. Сәл жүруі. Сондықтан сіздерден тек қана поддержка күтем. Құдай қаласа, барлығы жақсы болып, менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, көп лайк, көп комментарий жинап жатса, уәде берем, игровой ноутбук, компьютер алып, сіздерге от души осы Roblox әлеміндегі ойындарды түсіретін боламын. Ал әзірге таман, әзірге телефонмен жұмыс жасаймыз. Онды ендеше кеттік. Так, мына жерде мен уже байқадыңыздар ғой, мына жерде мен уже секірмей жүріп өте аламын. Өйткені скоростым көбейді ғой. Мына бәледен, капучино деген, кеше өте алмай кеткен. Қазір былай шыр көбелек айналып жүре берем. Ол мені істей алмайды. Ей, капучино, қалайсың? Латте болсаң да істей алмайсың енді. Так. Мына жерде бір системаны лайфхакты біліп алдым. Ой. Мына лайфхак көрсете алмай қалдым ғой сіздерге. Қазір 1 минут тез жетіп алайық мына жаққа. Так. Мына ең шетімен жүру керек мына жерде. Телефонмен бір ойнаған жаманы осы екен. Сәл ыңғайсыздау да жүгіруге. Жалпы бұлай лайфхагын түсініп алдым. Шетімен жүрсең өтіп кетеді екен. Көрдіңіздер ғой? Қазір біз 4-ші раундқа келдік. Ең мен үшін қиын раунд ол секіру. Осы жерден секіреміз. Айттым ғой, ең қиын мен үшін секіру. Бұл жерден асықпай секіру керек. Мына жақтың бәрін тез өтіп тастаймыз қазір. Теңгебай Roblox'тың скоростын көрдіңіздер ғой. Шетін өтіп кетеміз. Ой, мынау да бір секіре алмайды екен мына Теңгебай деген бала деп комментария жазып кетіңіздер. Қас, қыздар, жігіттер, сәл сабырлық сақтаймыз. Бұл ойын жалпы оңай емес екен. Максималды мына жерден асықпаймыз. Бір жаманы бар емес мына ойында. Қай уровеньге жетсең де, 15-ші уровень ұтылып қалсаң, бәрін басынан бастайды екенсің. Сосы ыңғайсыз екен. Сәл анау 4-ші раундтан баста, ұтылған жерінен баста деген нәрсе жоқ екен. Уақыттың бәрі соған кетеді. Ай, секіріп кетті. 4-ші раундта өте алмай жатырмыз, достар. 4-ші раундта өтейік тезірек. Шамдық таныта біліңіздер. Не болды ғой мынау? Не біреу емес, не екіншісі емес. Капучино. Сенен өтіп үйрендік, енді мына жақтан өту керек. Так. Теңгебай, өз-өзіңді жина. Мына жерден тезірек өтуіміз керек.
отырып жүрген кезде повышение уровня бола береді екен. Так, мына жақтан аспайықшы, достар. Өйткені осы жерден секіру мен үшін қиын болып жатыр. Дуалдарын қараңыздаршы, дуалдарын. Барлығы шоколадта. О, леденцігі өттік. Сәл-сәл қалды. Ана не деген шоколад. Шоколадты теңіз мынау. Так, асықпаймыз. Мынау 20 ойын дейді. Мына сары кнопканы бассаң, қайттан басынан бастайсың. Бірақ саған плюс 20 выигрыш қосылады. Так, 5-ші раундқа келдік, достар. Не деген смайлик мынау? 5-ші раундта бізді не күтеді? Көрейік. 5-ші раундта біздің осыны өтуіміз керек. Қазір определенный уақыты бар өзінің. Опа, өттік. 6-ші раунд, 6-ші этапқа келдік. Так, бұл жерде шоколад көріп тұрсыз, тоже уақытпен шоколадтың артын еріп баруымыз керек. Давай. Шоколадымыз күтпесін бізді. Өттік. Безопасный зонаға. 7-ші раунд. Бұл жерде уже 100 победа береді екен, 100 кубок. 7-ші этапта мына дуалдар жан-жағынан қысады екен. Оны тоже уақытпен өту керек. Асықпаймыз. Так, ортасына қарап аламыз. Ал, кеттік, достар, кеттік. Үлгерейік. Үлгердік. 8-ші раундқа келдік. Бұл жерде уже 150 победа береді екен, 150 кубок. Бізге керек емес әзірше. Бұл этапта достар, айтып жатқаным осы ғой, қанша раундтан өтсең де басынан бастайсың. Бұл жерде скорсың аз болса, негізі мына жерде беговая дорожка бар екен. Осы беговая дорожка арқылы тренировка жасап алуға болады. Көріп тұрсыздар ғой, әр жүгірген сайын плюс 625 скорость қосып жатыр маған. Так, бізде пока ол керек емес. Давайте тезірек капучиноны айналып өтеміз. Сәл қалды, достар, сәл қалды. Мен осы нервім жидамайды. Мә, тағы да. Бірақ бір тез жүргенің бір жаманды жері, оказывается, солға бұрылсаң да, оңға бұрылсаң да тез бұрылып кетеді. Көрдіңіздер ғой. В общем, достар, байқадыңыздар, 8-ші ма, 7-ші раундқа дейін келдім. Оғанда шүкір, оғанда әрең дегенде жеттім, достар, шыны керек. Сіздер жоқ кезде өзім жаймен де тренировка істеп алып, 8-ші раундқа дейін жеттім. Бұл ойында ойнағанда адамдар болса, комментария жаза кетіңіздер. Лайфхактарыңыз болса, тоже комментария жаза кетіңіздер. Әрине, Теңгебай Роблоксқа лайк қойды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болайық, достар. Теңгебай Роблокс 3-ші бөлім. Құдай қаласа, ертең арғын